Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен әдемі, дәмді болып шығатын өпе-пай тортын дайындайтын боламыз. Бізге керек ингредиенттер: 200 грамм секер, 4 жұмыртқа, 200 грамм ұн, 2 ас қасық какао, 2 ас қасық разрыхлитель, 90 грамм сары май және Қазақстан шоколады керек болады. Шоколадты бөлшектеп сары майға қосып толықтай ерітіп аламыз. Водяной баночка немесе микроволновка ерітіп алуға болады. 4 жұмыртқаны салып аламыз. Миксерлеп алып, үстінен 200 грамм секерді қосамыз. Жұмыртқамызды ағарғанша 4 минут бойы миксерлейміз. Міне ағарды, бізде дайын. Енді үстінен 200 грамм ұн, 2 ас қасық какао, 2 ас қасық разрыхлительді бір-біріне қосып, үстінен қосамыз. Жұмыртқаның үстінен саламыз. Салып алып, миксерлейміз. Шамамен 4-5 минуттай толықтай араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін микроволновкада еріп тұрған сары май мен шоколадты араластырып, ысылай болмау керек, 20-30 секундтай суып тұру керек. Одан кейін бірден миксерлейміз. Осымен тестіміз дайын. Пергамент қағазын 4 бөлшекке бөліп алып, дөңгелек ыдыс арқылы қаламмен белгілеп алдым. Қаламмен сызылған жағын керісінше қаратып қоямыз да, қамырымызды тепеден 4 бөлікке бөліп саламыз. Шамамен 6-7 қасықтай шығады. Салып болғаннан кейін қызып тұрған пеште 190 градуста 5-7 минуттай пісіріп аламыз. Пісіріп алғаннан кейін жылылай ажыратып аламыз да, толықтай суытып аламыз. Енді кремін дайындайтын боламыз. 200 грамм творожный сырды 100 грамм секермен араластырып аламыз. Қасықпен араластырып аламыз. Қасықпен араластырып алғаннан кейін 500 грамм сливке қосамыз. 33 немесе 35% болу керек. Қосқаннан кейін миксерлеп аламыз. Шамамен 6-7 минуттай қоюланғанша миксерлеп аламыз. Баяу жылдамдықтан жоғары жылдамдыққа дейін көтереміз. Креміміз толықтай қоюланғаннан кейін, яғни миксермен былай көтеріп қарағанда, яғни крем түспеу керек. Үстінен 150 грамм маскарпоне қосамыз. Маскарпонені қосып, толықтай араластырып аламыз. Креміміз дайын. Торттың астына қоятын арнайы кондитерлік подставка. Тортымыз жылжып кетпес үшін крем жағып аламыз. Толықтай суыған коржымызды үстіне қойып,
Вуби-пайға арналған арнайы кондитерлік насадка болады. Мен насадкасы жасайтын болам. Кондитерлік мешокқа дайын крем салып аламыз. Салып алғаннан кейін осылай ұшын кесіп келтіріп аламыз да бір ыңғайымен осылай кремді жағамыз. Міне енді тортымызды жинап болдық. Менде осылай болып шықты. Енді шоколадты ганаш жасаймыз. Тортқа шоколадный ганашты, яғни шоколад пен сары майды қосып, микроволновкаға ерітіп аламыз. Шоколадты әбден суытып, барып торттың үстіне құямыз. Енді шоколадты ганашты құйып болғаннан кейін өздеріңіздің қалауларыңызша тортты әсемдеуіңізге болады. Мінекей Вуби-пай тортымыз дайын болды. Сіздермен болған Альмира. Менің каналыма тіркеліп, мені қолдап, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.